Құрметті тыңдармандар, дұрыс сөйлейік атты бағдарламамыз жалғасын табуда. Анар ханым, келесі бір маңызды сауалымыз әуеннің маңызы туралы айтып берсеңіз, әуен түрлері туралы жалпы. Біз осы бағдарламамыздың циклында қазақ интонациясының ерекшеліктері туралы айтқанбыз. Ал енді кез келген тілдің интонациясы былай қарағанда бір бөлінбейтін интонация, өзінің бір құрамдас бөліктері жоқ, құбылыс сияқты көрінеді. Шын мәнінде, енді ғалымдардың анықтауы бұл тілтанушылар интонацияның түрлі компоненттерін ажыратады. Интонацияның өзі әртүрлі дыбыстық компоненттерден тұрады, дыбыстық құбылыстардан тұрады. Соның ішіндегі ең маңыздысы әуен. Әуен деген былай қарағанда абстрактылы сөз сияқты, ал шын мәнінде әуен бұл нақты сөз. Әуен дегеніміз сіз дыбыстарды жасаған кезде дыбыстардың кедергіге ұшырамай шыққан түрлері болады ғой. Сол түрлерінің негізгі тон жиілігі дейді. Яғни қараңыз, мысалы қазір мен а дегенді айтсам, мен соза алам, ол созыла береді, а дауысы тоқтамайды, ешқандай кедергісіз шығады. Сол кезде бір әуен пайда болады. Егер мен осы а дыбысын біресе төмендетіп түсіріп, жығын көтеріп айтсам, сол кезде музыка шығады, бір қандай да бір әннің осы бір ғана дыбыста айтып келтіріп беруге болады, мысалы. Ал енді дауыссыз дыбыстарды айтқан кезде, әсіресе қатаң дауыссыз дыбыстарды айтқан кезде үн болмайды, үн. Ол жерде тек шу болады, шу. Ал дауысты дыбыстарды айтқан ол тек үннен тұрады. Сонда енді қорытындылайтын болсақ, әуен дегеніміз ол үннің қозғалысы. Және бір қызығы, үн ол қозғалмайтын нәрсе емес. Үн біресе жоғары көтеріледі, біресе ол төмен түседі, біресе ол баяу алдыға қарай бір интервалда қозғалып тұрады. Біресе ол интервалды ауыстырып тұрады. Яғни әуен дегеніміз осы. Енді ғылыми тілден жай қарапайым тілге ауыстырсақ. Ғылыми тілде ол енді физикалық құбылыс, ол негізгі тонның жиілігі деп жаңағындай мен айтсам, ол кішкене күрделірек болады. Сонда мысалы сөйлеп тұрған кезде сөз ағымында, кез келген тілдің сөз ағымында, ауызша тілдің сөз ағымында дауысты дыбыстар болады, дауыссыз дыбыстар болады. Сол біздің сөз ағымындағы дауысты дыбыстарымыз, сосын кейін үннің қатысуы арқылы жасалған кейбір дауыссыз дыбыстарымыз әуенді құрайды. Мысалы, үннің қатысуымен жасалатын кейбір дауыссыз дыбыстар деп отырған сол ұяң дауыссыз дыбыстар мен үнді дауыссыз дыбыстар. Оларда да үн болады, аздаған болса да. Мысалы, р деген дыбыста үн көп болады, өйткені рды соза аламыз, б деген дыбыста да үн бар, бірақ ырға қарағанда аздау, б. Ал енді п деген дыбыста, т деген дыбыста үн жоқ. Жерде шу ғана бар. Енді осы дыбыстардың үндері бірігіп келеді де әуенді жасайды. Сіз ол әуенді қабылдайсыз. Сол әуенге қарап, сол әуеннің қозғалысына қарап, сіз бұл адамның сөйлемі аяқталған ба, аяқталмаған ба, соны білесіз. Сіз әуенге қарап, әуеннің қозғалысына қарап, бұл адам бұйрықпен сөйлеп тұр ма, жоқ әшейін бір хабар жеткізіп тұр ма, соны білесіз. Көрдіңіз ба? Әуен ауызша сөзде осындай қызметтерді атқарады. Енді әуеннің тағы бір күрделі қызметі бар. Ол сол хабарды жеткізіп тұрып, ол адам сол хабарға қатысты қайғырып тұр ма, қуанып тұр ма? Ол сол сұрақты қою арқылы, әуен сұрақты да ажыратады. Сол сұрақты қою арқылы, ол сол сұраққа қатысты қандай көңіл күйде тұрғанында сіз әуенге қарап ажырата аласыз. Ғалымдар әуеннің осы қызметтерін екіге бөліп қарайды. Біреуі эмоциялық қызмет дейді, екіншісі интеллектуалдық қызмет, яғни жаңағы хабарлы сөйлем ба, сұраулы сөйлем ба, лепті сөйлем ба ажыратады. Осыны тілдік немесе интеллектуалдық қызмет деп осылай ажыратады. Енді әуенге қатысты ауызша сөйлеу кезінде біздер әмбебап әуен түрлерін бала кезімізден игеріп аламыз. Оны ешкім арнайы сізге үйретпейді. Сен сұраулы сөйлем қойған кезде сенің дыбыстарыңның әуені осылай қозғалу керек деп сізге оны ешкім үйретпейді. Оны сіз күнде мүмкін емес нәрсе үйрету. Оны сіз құлағыңызбен күнде естіп, анаңыздың тілінен, әкеңіздің тілінен, содан кейін барып ортаңыздың тілінен естіп, өзіңізден өзіңіз бейсана түрде жаттап жазып аласыз санаңызға. Дегенмен де біз алдыңғы бағдарламаларда да айтқанбыз, кейбір жағдайда басқа тілдің әуенінің ерекшеліктері біздің тілге келгенде көшіріліп беріліп қалуы мүмкін. Немесе біздің
қазақтың сөз әуенінің ерекшелігін біз орысша сөйлегенде пайдалануымыз мүмкін. Бұны әсіресе оралмандардың тілінен жақсы байқауға болады. Ол кісілердің әуенінің ерекшелігі құлаққа бірден шалынады. Ол кісілер мысалы орыс тілінде сөйлеген кезде, мысалы бір қазақи ортадан келіп, Қазақстандағы қазақтардың орыс тілінде ондай байқалмайды. Өйткені біз орыс тілінің әуенін күнде тыңдап өскен халықпыз да. Ал ол кісілер орыс тілін мүлде тыңдамаған, орыстың әуенін білмейді. Сондан олар орысша сөйлеп тұрғанда, мазмұны бәрі орысша, бірақ әуені бір орыстікі емес, қазақтікі сияқты болып тұрады, Иә. Міне көрдіңіз ба? Әуенде осындай ерекшелік. Көңіл күйге де байланысты болуы мүмкін әуен. Әуеннің екі түрі бар. Ол жаңа интеллектуалдық мағына ажырататын әуен, одан кейін эмоция ажыратады. Енді эмоция ажырататын әуен өте күрделі, оның типтері өте көп, варианттар мен вариациясы көп. Оны мен қазір жеткізе алмаймын. Бір ғана сөйлемді әр түрлі әуенмен беруге болады. Түсінікті, құрметті тыңдармандар, қазіргі осы бағдарламада айтылған мәліметтер қажеттеріңізге жарар деген үміттеміз. Рахмет сізге. Вики білім қоғамдық қоры. Қазақстан Республикасының Мәдениет және спорт министрлігі тілдерді дамыту және қоғамдық саяси жұмыс комитеті тапсырысы бойынша дайындалған. Алматы қаласы 2015 жыл.